Бүгінгі тақырыбымыз фигуралардың ауданын және периметрін табуды үйренеміз. Ол ең бірінші біз тіктөртбұрышқа тоқтайық. Тіктөртбұрыш дегеніміз қабырғалары тік болатын төрт бұрышы бар фигура. Оның периметрін қалай табамыз? Периметрінің формуласы бар, немесе жалпы периметр дегеніміз барлық қабырғаларының қосындысы. Енді тіктөртбұрыштың периметрінің формуласы P тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде А қосылған Б. Ал тіктөртбұрыштың ауданы ол S тең, ауданды S пен белгілейміз, S тең А көбейтілген Б. Енді келесі фигурамыз біздің шаршы. Шаршының тіктөртбұрыштен айырмашылығы көріп тұрғаныңыздай, оның бүкіл қабырғалары тең. Барлығы А. Енді оның периметрі дегеніміз 4А. Неге 4А? 4 қабырғасы болғасын, барлығы А'дан болғасын 4А болады. Енді ауданы дегеніміз А квадрат, 2 қабырғасын көбейту. А квадрат. Енді бізде тағы да 3 бұрыш бар. 3 бұрыш тік болған қабырғаларын, 2 қабырғасын бір-біріне көбейтіп, оны 2-ге бөлсек, біз онда ауданын таба аламыз. Ал 3 бұрыштың периметрі дегеніміз 3 жағының 3 қабырғасының қосындысы. А қосылған Б қосылған С деп алуға болады. Енді біз мынандай мысалдарға тоқталайық. Бұл жерде біздің периметрлерін тап дейді. Мына есептердің периметрін тауып көрейік. Бірінші есебіміз не дейді? Бір қабырғасы 13, бір қабырғасы 5 дейді. Енді осының периметрін тап дейді. Периметрдің формуласы қандай еді? P тең 2 көбейтілген А қосылған Б жақшаның ішінде. Сонда P тең біздің жағдайымызда 2 көбейтілген 13 қосылған 5 жақшаның ішінде. Ары қарай P тең 2 көбейтілген 18 тең 36. Сонда біздің мына тіктөртбұрышымыздың периметрі 36 сантиметрге тең. Келесі есебіміз шаршы берілген, көріп тұрғаныңыздай, қабырғасы 3. Мына белгі жан-жағындағы барлығының қабырғалары тең дегенді білдіреді. Сонда шаршының периметрінің формуласы қандай еді? P тең 4Аға. Сонда Аның орнына мына 3-ті қоя саламыз, болды. Сонда P тең 4 көбейтілген 3 тең 12 сантиметр. Үшінші есебіміз, бұл жерде 3 бұрыш берілген. 3 бұрышымыздың да қабырғалары бірдей екен. Қабырғасы 9 сантиметр дейді. Бізге периметрін тап дейді. Сонда 9-ды 3 рет қосып шығамыз, немесе 9 көбейтілген 3 деп тең 27 сантиметрге тең дейміз. Енді тағы да 3 бұрыш беріліп тұр. Бұл 3 бұрышымыздың қабырғалары тең емес екен, әртүрлі екен, 6, 10 сантиметр, 8 сантиметрген. Осының периметрін тап дейді. Ал периметр дегеніміз барлық қабырғаларының қосындысы. Сонда P тең 10 қосылған 8 қосылған 6. Сонда P-мыз 24 сантиметрге тең. Келесі фигурамызға қарайық, бұл шамалы басқаша. Бұл тіктөртбұрыш емес, 3 бұрыш емес. Сонда да біз периметрін тап дегесін барлық қабырғаларының қосып шығамыз, сонда периметрі шығады. Ал енді бірінші біз не есептеп алайық? Мына қабырғаларымен ендері екеуі тең болу керек. 2 дегеніміз сонда 6-ға тең ғой. Мына астында тұрған қабырғасы да сонда 6-ға тең болады. Ал ұзындығын табатын болсақ, ұзындығы 3 қосылған 3 қосылған 3. Сонда 9 болады. Егер периметрінің формуласына салатын болсақ, сонда P тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде 3 қосылған 6, кешіріңіздер, 6 қосылған 9 тең. Сонда 6-ға 9 қоссақ 15, 15-ті 2-ге көбейтетін болсақ 30 болады сантиметр. Периметріміз сонда мына фигураның 30 сантиметр екен. Ал енді келесі фигурамызға қарайтын болсақ, бұл тік төртбұрыш емес. Тік төртбұрыштың қабырғалары тік болу керек 90 градус. Қарасаңыздар, бұл қисайып тұр, бұның аты параллелограмм дейді. Параллелограммды бұл жерде периметрлері, қабырғалары тең, бұларда да
барлық қабырғаларымыз ені мен ені, ұзындығы мен ұзындықтары тең болғандықтан дәл тіктөртбұрыштың периметрінің формуласын пайдалансақ болады. Мысалы, P тең 2 көбейтілген не істейміз? А қосылған Б-ның орнына 18 қосылған 12-ні аламыз. Сонда 18-ге 12-ні қоссақ 30, 30-ды 2-ге көбейтеміз. P тең сонда 60 сантиметр. Нені тап дейді? Қабырғасын тап дейді. Бір фигуралардың, әр түрлі фигуралардың қабырғаларын табамыз. Ал кеттік бірінші есебімізге көшейік. Бұл жерде бізде шаршы беріліп тұр. Шаршының периметрі беріліп тұр. Периметрі 24 сантиметрге тең. Сонда қабырғасы қанша? Біз шаршының формуласын білеміз, периметрінің. Ол P тең 4А-ға тең. Сонда P тең 4А, ол тең периметріміз 24 сантиметр деп беріліп қойған ғой, тең 24 дейміз. Сонда А тең 24-ті 4-ке бөлеміз. Сонда 6 сантиметр екен. Мына шаршының қабырғасы 6 сантиметр. Келесі да шаршы берілген. Бұл жерде периметріміз 32-ге тең. Сонда қабырғасы қанша дейді? Дәл сондай жағдайы периметрдің формуласы 4А-ға тең. Сонда 32-ні 4-ке бөлеміз. Бір қабырғасының қанша сантиметр екен анықтаймыз. 32-ні 4-ке бөлсек 8 сантиметр екен. Ал мұна үш бұрышта үш бұрыштың барлық қабырғалар тең емес екен. 15, 13 келесін тап дейді. Бірақ бізге не берілген? Периметрі берілген. Периметрі 42 сантиметр дейді. Сонда P тең периметр дегеніміз не дедік? Барлық үш қабырғасының қосындысы. Солай ма? Сонда 13 қосылған 15 қосылған А деген тең, нешеге тең? 42-ге тең. Периметр беріліп тұр ғой, 42-ге тең. Сонда 13-ке 15 тоғысатын болсақ 28 қосылған А тең 42. Сонда А тең 42-ден 28-ді азайтамыз. Сонда 14 сантиметр екен. Бір үш бұрыштың бір қабырғасы 14 сантиметр. Бізде енді тағда параллелограмм берілген. Параллелограммның А деген қабырғасы, белгісіз қабырғасы және 26 сантиметр дейді, бір қабырғасы. Және бізге не берілген? Периметрі берілген. Периметрі 84-ке тең. Сонда біз не дедік? Параллелограммды тіктөртбұрыштың периметрінің формуласын пайдалансақ болады дедік. Өйткені екі қабырғалар ұзындығы ені мен ені тең. Сонда P тең 2 көбейтілген А қосылған Б формуласын пайдаланамыз. А дегеніміз, А-ны қойайық, қосылған 26 көбейтілген 2 тең, бізге периметрі 84 сантиметрге тең деп тұр. Сонда А қосылған 26 тең 42-ге. Неге 42 қайықтан шықты? 84-ті 2-ге бөліп жердік, сол кезде 42 шықты. Сонда А тең 42-ден 26-ны азайтамыз, сонда 16 сантиметрге тең екен бір қабырғасы. Енді бізге мынандай трапеция дейді. Бұл фигураның аты трапеция. Осының периметрі берілген 34 сантиметр, және жанындағы қабырғалары берілген. Соның бір қабырғасын табу керек. Сонда өзіміз білетіндей периметр дегеніміз барлық қабырғаларының қосындысы. Сонда барлығын қосқанда 34-ке тең болатын болса, мына белгісіз қабырғасын табу керек. Оны қайтеміз? Бізге белгілі болып тұрған 11, 8, 5, осы үшеуін қосамыз. Сонда 11-ге 8 қоссақ 19, 19-ға 5 қоссақ 24. Сосын несейміз? 34-тен 24 азайтып тастасақ, келесі қабырғасы шығады. Белгілі болады. Сонда бізде А тең 10 сантиметрге тең екен. Енді бізге берілгені шаршы. Шаршының барлық қабырғалары тең. Және периметрі 244-ке тең дейді. Сонда қабырғасы қанша? Алдында шаршының периметрі нешеге тең еді? P тең 4А еді. 4 қабырғасы да бірдей болғандықтан 4А дедік. Сонда 244-ті біз несейміз 4-ке бөлеміз. Сол кезде бір қабырғасын табамыз. А тең сонда 61 сантиметрге тең. Ал енді біздің келесі сұрағымызда аудандарды табу керек. Барлық бір фигуралар береді, солардың аудандарын табамыз. Ал ол қалай болады екен көрейік. Бізге мына жақта шаршы беріліп тұр. Шаршының бір қабырғасы 18-ге тең дейді. Сонда
шаршының ауданының формуласы қандай еді? S тең А квадрат еді. А квадрат болатын болса, олымыз бір қабырғасы 18, сонда 18-дің квадратын аламыз. Сонда 18-ге 18-ді көбейтеміз, ол 324 сантиметр квадратқа тең. S тең 324 сантиметр квадрат деп белгілеп қоямыз. Келесі, бізде тағы да шаршы берілген. Ол шаршының қабырғасы 7 сантиметр дейді шаршы. Шаршының ауданы S тең А квадратқа тең. Не істейміз? 7-ні тағы да квадраттаймыз. Яғни 7-ге 7-ні көбейтеміз, квадраттау деген. 2 рет көбейту. Сонда S тең 7-нің квадраты ол 49-ға тең. S тең 49 сантиметр квадрат. Келесі бізде тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың ені берілген 4 сантиметр және ұзындығы берілген 9 сантиметр. Олардың ауданының формуласын табу керек. Тік төртбұрыштың ауданы дегеніміз S тең А көбейтілген Б еді. Яғни 2 қабырғасын көбейту еді. Сонда 9-ға 4-ті көбейтеміз, ол 36 сантиметр квадрат. Аудан міндетті түрде сантиметр квадрат деп жазылады квадратпен. Келесіміз тік төртбұрыш. Бұл жерде де тік төртбұрыш көріп тұрғаныңызда 15, мына жағы 2 сантиметр. Бұл жерде де аудан S тең А көбейтілген Б, яғни 15-ке 2-ні көбейтеміз, сонда S тең 30 сантиметр квадратқа тең. Келесі бізде үш бұрыш. Оның ауданы дегеніміз 2 қабырғасын, яғни белгілі ме бізге 14-ке 10-ды көбейтіп 2-ге бөлеміз. Өйткені үш бұрышымыз ол тік төртбұрыштың тура жартысы. Сондықтан 2-ге бөлеміз, соны ұмытпаймыз. 14-ке 10-ды көбейтсек 140, 140-ты 2-ге бөлетін болсақ 70 сантиметр квадрат. Ал тағы да үш бұрыш берілген. Бұл жерде де тік боп тұрған 2 қабырғасын аламыз. Яғни 10 сантиметр мен 10 сантиметрді. Сонда 10-ға 10-ды көбейтіп 2-ге бөлеміз ауданы табу үшін. 10-ға 10-ды көбейтсек 100, 100-ді 2-ге бөлетін болсақ 50 сантиметр квадрат. Ал енді бізге тағы да параллелограмм келіпті. Осының ауданын тап дейді. Периметрде барлық қабырғасын қоса салдық. Енді параллелограммда бізге міндетті түрде тік болып тұрған қабырғасы керек. Параллелограммда тік болып тұрған қабырға болмағандықтан біз биіктігін аламыз. H. Міне, сонда бізде биіктіктің орнында бізде міне 14 сантиметр деп тұр. Сол биіктік түскен қабырға ол табаны болып есептеледі. Табаны бізде 10 сантиметр. Сонда біздің формуламыз S тең H көбейтілген А. Сонда 14-ке 10-ды көбейтеміз, 140 сантиметр квадрат болады. Одан кейін тағы да параллелограмм берілген. Бұл жерде биіктігі берілген екен 15 сантиметр. Табаны да берілген 9 сантиметр, ауданы дегеніміз, сонда 15-ке 9-ды көбейтеміз, 135 сантиметр квадрат. Ал біздің мына төртінші мысалымызда бізде аудан беріледі, біз қабырғасын табамыз фигураларының. Ал бастайық. Бізде шаршы беріліп тұр. Шаршының ауданы 36 сантиметр квадрат дейді. Қабырғасы қанша болады? Ал есімізге түсірекші, шаршының ауданының формуласы неге тең еді? S тең А квадрат еді. А квадрат болатын болса, 2 қабырғасының, или 1 қабырғасын квадраттадық, 36 қандай санның квадратына тең? Дұрыс айтасыңдар, 36 6-ның квадратына тең, 6-ның сонда квадраты 36-ға тең болатын болса, бізде шаршының қабырғасы 6-ға тең екен. А тең 6 сантиметр сонда. Енді келесі шаршы, оның ауданы 9 сантиметр квадрат дейді. Қабырғасы қанша? Бұл жерде де 9 қандай санның квадраты? Яғни қандай санды өз-өзіне көбейткен кезде 9 шығады. Ол әрине 3. Сонда А тең, бір қабырғасы тең 3 сантиметрге. Ал енді бізде тік төртбұрыш берілген. Тік төртбұрыштың ауданы 48 сантиметр квадратқа дейді. Сонда бір қабырғасы ұзындығы 12 сантиметрге тең дейді, енін табу керек бізге. Ал тік төртбұрыштың ауданы қандай еді? Ол S тең А көбейтілген Б. Яғни 12 S тең 12 көбейтілген А тең нешеді? 48-ге тең болу керек еді.
Сонда А тең десеміз 48-ді 12-ге бөлеміз. А тең сонда 4 сантиметрге екен. Сонда 4-ке 12-ні көбейтсек 48 сантиметр квадрат шығып тұр. Енді бізде тағы да тіктөртбұрыш берілген. Оқта S тең 84 сантиметр квадратқа дейді. Ауданы 84 сантиметр квадрат болса, және ені 7 сантиметр болса, бізде ұзындығын табу керек. Ұзындығын қалай табамыз? Дәл бағанағындай S тең А көбейтілген Б ғой. Сонда бізде 84 тең 7 көбейтілген А ғой. Сонда А тең 84-ті 7-ге бөлуіміз керек. Ол 12 сантиметрге тең болады. Ал енді бізде үш бұрыш беріліп тұр. Үш бұрыштың ауданы 30 сантиметрге квадратқа тең екен, бір қабырғасы 12 сантиметрге тең, келесі қабырғасын табу керек. Біз қалай істейміз дедік? Екі қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлсек, ауданы шығады дедік. Яғни S тең А көбейтілген Б бөлінген 2 ғой. S-тің астына 30-ды жазамыз. Тең А көбейтілген Б. А дегеніміздің орнына А-ны жасайық, көбейту 12 бөлінген 2 дейік. Енді 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады, қысқартуға болады, оңай болу үшін. Сонда 6 А тең 30-ға тең болды. Сонда А-мыз 30-ды 6-ға бөлсек 5 сантиметрге тең болады екен. Бір қабырғасы 5 сантиметр. Ал келесі үшбұрышымызға көшейік. Оның ауданы 150 сантиметр квадратқа тең дейді, бір қабас 20 сантиметрге тең. Енді үшбұрыштың ауданының формуласы S тең А көбейтілген Б бөлінген 2. А дегеніміз А дейік, Б-ның орнына 20-ны қойайық, бөлу 2. Енді жерде оңай болсын 20-ны 2-ге қысқартайық, 10. Сонда 10 А тең 150 дейік болса, А тең 15 сантиметрге тең екен. Бір қабырғасы сонда 15-ге екен. Енді бізде параллелограмм берілген. Параллелограмм, оның ауданы 48 сантиметр квадратқа дейді. Және бізде не берілген? Биіктігі берілген екен, S екен. Ал параллелограммның ауданын қалай табатын едік? Сол биіктікке табанды көбейтсек, ауданы шығады. Сонда А көбейтілген 8 тең 48 болу керек. Сонда А-мыз біздің не екен? 48-ді 8-ге бөлеміз, 6 сантиметр екен. Енді келесі параллелограммыз, ояқта S тең 96-ға дейді. 96 сантиметр квадратқа. Биіктігі бұл жерде белгісіз. Сонда табаны берілген 12. Біздің параллелограммның ауданының формуласы S тең H көбейтілген А. H бізде белгісіз, сонда H көбейтілген 12 тең 96-ға болу керек. Сонда H-ты қалай табамыз? 96-ны 12-ге бөлеміз. Сол кезде H-ымыз біздің 8 сантиметрге тең болды.